My dear friends, сәлем қымбатты достарым. Сіздермен Әсем Сұлтан. First conditional sentences, шартты сөйлемдер туралы сөз қозғаймыз. Каналыма тіркеліп, комментарий басып, лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше жалғастырайық. First conditional көбінесе болашаққа қатысты нақты, мүмкін болатын болжамдарды сипаттайды. For example, мысалы, if it is rainy, I will stay at home. Егер жаңбыр жауатын болса, онда мен үйде қаламын. Біріншісінде if сөйлемі болған кезде present simple болады. Ал екіншісінде future simple will арқылы жасалады. Болымсыз шартты сөйлемде егер күн ашық болса, онда мен үйде қалмаймын. If it is sunny, I will not stay at home. Will not'ты қосқан кезде қысқартпа түрі won't. Шартты сұраулы сөйлем. Will I stay at home if it is rainy? Үйде қаламын ба, егер жаңбыр жауатын болса? Exercises. Мына сөйлемдерді жақша ішіндегі етістіктерді дұрыс формада қойып шығыңыз. If it be етістігі естеріңізде болса жүктеледі. It болған кезде is болады. If it is stormy, I ride a bike. If there is a storm, we will stay at home. If I will fish in a boat if there is a rain. Және де сол арғарай өзіңіз жасап, жаттығумен үйреніп көріңіз. Thank you for your attention. Назарларыңызға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Goodbye.